Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Бибет. Достар, бүгін біз Free Fire'дан қалай басына беру туралы видео түсіретін боламыз. Ол үшін достар, бізге мына приложение керек. Короче, міне осы приложение керек достар. Мен жалпы мұны әлі қалай істейтінін тексерген жоқпын. Сіздерге егер істейтін болса достар, мен сіздерге айтып кетейін, сіздермен бірге түсірейін дедім осыны. Что-там не болып қалды? Түсінбедім. Шығып кеттік. Давай. Басынан кіріп көрейік. Неге ешқайсысы басылмайды? Закрыть. Басынан кірейік достар. Достар, тоқтаңыздар. Ойбай, мен не үшін кірмейді десем, жаңылде қосып қойыппын ғой. Жалпы достар, арнайы сол жерден ешқайсысын баспайсыздар достар, көрсетейін. Қазір. Достар, мыналарына, мыналардың ешқайсысын баспайсыздар достар, бұларды баспайсыздар. Бұлардың ешқайсысын баспайсыздар. Астына жылжытасыздар достар. Астына жылжытасыздар, арнайы сөз тұрады. Соны баса саласыздар, болды, реклама күтесіздер. Арнайы Free Fire'ға сіздерді лақтырып жүреді. Достар, міне достар, мен Free Fire'ға кірдім. Тренировкаға кіріп көрейік. Айтпақшы достар, мен мына эмоцияны алдым, қараңыздар. Былайынан көрсете салайын, қараңыздар достар. Өткен жол мен жылқымен кеп едім ғой. Енді мынаны алдым достар. Джекпотта тұр, міне. Алмадым, үш қана қалыпты, үшеуақ. Міне достар, осыны алдым, Менден достар екеу болды. Міне достар, ол біріншісі осы, екіншісі жылқы. Қайсысы жақсы достар, комментке жазып кетіңіздер. Осыны жақсы ма әлде, мынау жақсы ма? Ал достар, біз тренировкада отыра берейік. Тренировкаға кіре берейік. Қалай басын yapты? Тяжко береді екен біз, басына қалай береді екен біз, көрейік. Опа. Что там қолымдағы оружие, нормально ғой? Ал достар, атып көрейік. Былайынан достар, қараңыздар, былай айландырып атып көрейін. Айландырып атсам уже достар басына тимейді, қараңыздар. Зорға тигізіп атырмын достар. Ал түп-түзет төбеге атып көрейікші. Опа достар. Былай атсаңдар тоже сондай екен автоматтармен кішкене қиындау. Достар, мен өзімнің көп ойнайтын оружиялармен ойнап көрейін. Көбінесе осы екеумен көп ойнаймын мен достар Free Fire'да. Қараңыздар, қазір мен айландырып атып көрейін. Вот достар, уже айландырып атсам басына тимейді. Мен достар дұрыстап тимейді басына айландырып атсам. Бұлай егер жоғары көтеріп атсам, түсіндім достар, бұл сонда андай былайынан атады достар, мен айландырып атқанға үйреніп қалғам. Сондықтан достар, қайсысы жақсы? Мен өзім бұрынғы былай айландырып атқан ба, ойбай, басына тимейді екен. Бүйтіп атқан ба әлде? Қараңыздар, эмоция жасап көрейік, что там? Секретный эмоция жоқ па? Давай. Мынаны жасай берейік онда. Басына тимейді, что там айландырып атсам. Ал егер түп-түз атсам ше. Түп-түз атсам басына тиеді. Тоже достар басына өтіп кетіп отыр кішкене. Там достар бұны управление, бұны достар біліп алу керек, қай жерден атсаң, қай жерге дейін көтеру керек, соның бәрін кішкене көтеріп көрейік. Достар, қазір мына бұрыштан тұрып, ананы кішкене көтеріп көрейік. Енді мұны ең жоғарысына дейін кішкене астылау, кішкене. Білдім достар, дровашқа дейін кішкене көтеріп жүрсең болды. Ал енді жақынан тұрып до конца көтеретін шығарымыз, достар, бұл жерден былайынан атсам ше. Жо. Достар, уже қараңыздар, бұралақтап атсам, айландырып атсам басына тимей қалғам. Осыны скачать етсеңіздер болады. Міне достар, басына смело тиіп тұр. Егер дроваш дигелмен көп ойнайтындар болса, қай оружиемен көп ойнайсыздар достар, комментке қалдырып кетіңіздер. Мен мысалы любой оружиемен атып көремін, мысалы фамаспен атып көрейік, фамас. Мынандай скины фамастың. Давай. Опа, достар, қараңыздар. Уже басына тиді. Мен достар, жаңылы бірінші былайынан көтеріп атқан кезде, қараңыздар. Мына мен айландырып атам, қараңыздар. Басына тимейді, уже көтеріп атам. Көтеріп атам. Ой, бұл.
көтеріп атсам басына тиеді екен достар. Жалпы кішкене өтіп кетіп отырмын. Былай ше. Жалпы достар көтеріп атсам басына тиеді екен. Короче достар, өздеріңіз түсіндіңіздер деген ойдамын. Тағы қай аржамен ат көрсем болады екен. Мен атайын бекен әлде. Ат көрейік. Айландырып ат көрейік. Ойбай. Айландырып атсаң ештеңе болмайды. Ал егер түп түзіп атсаң, сол достар автоматтармен қиын екен достар ату. Сразу басқа қабылдамайды олар. Андай ойланып тұрып қабылдай ма бірдеңе ол, короче. Тағында аржамен тексерсем болады екен. Былай, 2.8-мен тексеріп көрейік. 2.8. Оппо, сразу басқа қабыл алды бірінші оқтан. Айландырып атсам уже достар, вот басына тимейді. Әрең тет. Айландырып атсам басына дұрыс тимейді. Былай до конца оқ таусылғанша атайық. Вот достар, айландырып атсам басына тимейді, ал түп түзіп атсам ше. Түп түзу ыңғайсыздау екен достар. Жоқ, мына шет жағына атсаң басына кішкене тиіп кетеді екен. Мына жерден достар былайынан келіп деп атсаңыздар, басына бір оқ қараңыздар, мына өзі жетеді. Денесіне келіп былайынан көтеріп жүрсеңіздер кішкене басына тиіп кетеді, түп түзу атып былай көтеріп. Мына оңға қарай былай бұр жүрсеңіздер, басына тиіп кетеді екен. Былайынан денесіне келіп былай атып жеріп басына тиеді. Сол кезде басына ат яшқа кетеді. Ал мына жерден тотам. Бірінші раунд достар осы оружие болады. Көбісі осы оружиені таңдайды. Жалпы осы оружиемен тексеріп, оппо, әдемі. Уже достар қараңыздар, айландырып атсам тимейді екен. Айландырып атсам тимейді, оны білдіңіздер. Тағында оружиелар бар екен. Былай мына қолымдағы оружиемен ат көрейін. Айландырып атайық. Давай. Тимейді. Оружиелармен достар айтып тұрмын, қиындау. Андай көбісі комментарий жазады, тимеатр анау мынау дейді. Короче, қазір тимеатр ғой, өтірік соқпасай деп, короче. Солай жазады, білем. Олай жаза беріңіздер, конечно. Мынандай кәдімгі оружиелармен мен дұрыс тигізе алмаймын. Драш пен дигл болса, ол екеуіне смело тигіземін енді. Драш, дигл енді мен үшін ең легкий оружиелардың бірі ғой. Еще бірден өлтіреді. Бай, MP5 пен аты көрейік, MP5. Дамытайықшы достар. Дамытылған түрін көрейік. Қараңыздар достар, мынау простой түрі. Қазір дамытамыз бұны. До конца дамытамыз. Қазір. Сата ала берейік. До конца дамытылған түрі осындай ма не? Там басқасы ше достар? Дамытылатын түрі. Оппо, басына қабыл алды достар сразу. Мына MP5 нормально екен. Достар, егер осы видеоға 100 лайк шығаратын болсаңыздар, 100 лайк жинайтын болсаңыздар, мен осыны, короче, Free Fire Max, кібіретін ойнап көретін болам, немесе бауыр етейін, комментке жазып кетіңіздер достар. Ал сіздермен болған мен Мистер Бибет, келесі жүзгенше қош сау болыңыздар. Тілім байланып әрең еттім осылардың бәрі. Ойбай, видеоны удалить етпеппін ғой. Қайдағы удалить еткен? Өшірмеппін ғой.